Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Жаңа Қазақстан жобасы өзінің кезекті эфирге шығу бастайды. Мен өзім ойлаймын, енді бұл карантиннің соңғы үйде отырып жүргізетін хабарымыз шығар. Алла жазса, студияға да көшетін уақытымыз жақындады. Өткен аптада көптеген саяси оқиғалар да болды, көптеген бір қиын жағдайлар да болды. Сондықтан мен сөзімнің басында қазақтың үлкен бір журналисті, өте бір тамаша азамат, талай хабарларына қатысқан, халықтың алғысына бөленіп жүрген Бейсен ініміздің қайтыс болғанына, туған туысқандарына қайғырып көңіл айтамыз. Барлық жастар, барлық журналистер сондай адам, сол жігіттей болса екен, сол Бейсекіндей болса екен деген тілегіміз бар. Қазақтың өзінің әділеттілігін, барлығын, халыққа деген қамқорлығын ашып көрсетіп жүрген ініміз. Енді өзіміздің саяси қоғамдық оқиғаларға келсек, менің ойымша ең үлкен екі мәселеге біз тоқталатын шығармыз. Бұның біреуі президент Тоқаевтың Еуразиялық одақтағы сөйлеген сөзі көп әңгіме болып жатыр. Көптеген жаңағы пікірлер айтылып жатыр осыған байланысты. Екінші мәселе, осы коронавирустың кезінде саяси реформаға тікелей қатысы бар бірнеше заң жобалары парламентке беріліп, біресе сенатта мәжіліске келіп, кейбіреулері сенатқа қайтып барды дегендей мәселелер болып жатыр. Соны амал жоқ енді біз осы эфирде талқылаймыз деп отырмыз. Осы екі мәселеден басқа да көптеген мәселелер бар. Маған өзіме ұнайтын бір мәселе бұл Захарованың өзбектердің тілге байланысты мәселесіне айтқан пікірімен оған өзбектің министрінің берген жауабы мені риза қылды. Ол мәселелерді айтып кеткеніміз дұрыс шығар деп ойлаймыз. Содан кейін тағы да бір қызығы, бұл жаңадан партия құрамыз деп отырған екі азаматтың бірімен бірі пікір таласқаны, аяқ жағында өте бір ыңғайсыздау жағдай болды. Мен содан кейін шоши бастадым. Осы партия құрмай жатып осындай талас болады, кейіннен не болады деген мәселе. Оны да өзіміздің пікірімізді айтып кетейік деп ойлаймыз. Ал енді мәселемізді президент Тоқаевтың Еуразиялық одақтағы айтқан пікіріменен, оған біздің де пікірімізді қосып айтайық. Досеке, сіздің де жаңағы бүкіл елге, жұртқа көңіл айтуыңызға мен де қосыламын. Бейсенді көзін көрдік, әріптесіміз. Соны үкіметте жүрген кезде ол хабарда істеп жүргенде араласатын едік. Халықтың шынайы ілтипатын көрдік. Меніңше Бейсеннің феноменінің үш жайы бар. Бірінші, ол Бейсеннің өзінің жеке қасиеті, қабілеті, тартымдылығы, таланты. Екінші, телевидениенің құдіреті. Қанша біз әлеуметтік желі десек те, бәрібір қазір енді дүйім жұрт, қалың көпшілік телевидениеге, соның ішінде мемлекеттік арналар ауыл аймаққа жетіп жатыр. Үшінші, меніңше сол Бейсеннің өзінің азамат ретінде көтерген тақырыптары. Яғни Бейсеннің феномені мемлекеттік арнада жүріп те халықтың сөзін сөйлеуге болады. Мемлекеттік арнаның цензурасын ішінде жүріп те қоғамдық пікірге араласып, өткір тақырыптарға, әлеуметтік тақырыптарға қосып, азамат болып өзінің абыройын сақтап қалуға болады деген меніңше бір феномен. Ал үлкен тақырыптарды атадыңыз. Меніңше шынымен де президент Тоқаевтың Евразиялық одақтың жиынында сөйлеген сөзі, ол шынымен де бір осы одаққа сыни көзқарас, осы одаққа қарсылығын білдіріп жүрген біз сияқты азаматтарға бір үлкен бір жақсы бір жаңалық болды деп ойлаймын. Әрине, саммит ол митинг емес. Тоқаев та біледі, өзімен терезесі тең азаматтармен отыр. Ол одақтың өзінің шарттары бар, өзінің процедурасы бар. Онда отырып алып, біздің жиынында айтқан қатты сөздерімізді айта алмайды. Оған протокол да жібермейді, ол Тоқаевтың өзінің болмысы да жібермейді. Бірақ сол бұған дейін ешбір сынсыз, мінсіз, ешбір талқылаусыз бір ауыздан қабылданып келе жатқан құжаттарға президенттің сыни көзқарасы, оның ішінде ұлттық мүдде, мемлекеттік мүдде, және байқасаңыз екі рет ол кісі қоғам пікірімен санасу керек деген сөзді айтты. Меніңше бұл үлкен жаңалық. Енді менің осыған қатысты екі-ақ сұрағым бар. Бірінші сұрақ, неліктен осы президенттің саммитке қатысу алдында даярланған шенеуніктер дәл осындай бір қайнау ішінде ұлттық мүддеге қайшы келетін құжатты неліктен сол столдың үстіне дейін жеткізді? Неліктен сол жауапты ведомстволар, министрліктер осы құжатты кезінде тоқтатып, осы жиынға дейін барып,
Тоқаев мырзамен талқылап, саммиттің алдында неге осыны жасамады деген менде үлкен бір сұрақ бар. Екінші сұрақ, бұдан кейін не болады? Бұдан кейін не болады? Біз осы алғашқы талпынысымызды тәуелсіздікке деген одақтың ішіндегі Кремльдің ығында кетпеушілік деген бір жақсы тенденцияны сақтап қаламыз ба, әлде баяғы жартас бір жартас болып қала ма? Өйткені сол стратегия негізінен мақұлданды, негізінен қабылданды. Сондықтан меніңше қазір бүкіл билік жүйесіне де, қоғамға да үлкен бір сын болғалы тұр. Ал мен бұны жиі айтып келе жатырмын. Дәл осындай мемлекеттік тәуелсіздік, ұлттық мүдде төңірегінде әңгіме қозғалғанда билік жалғыз өзі күрестеу керек. Егер шынымен де ұлттық мүддені қолдайтын билік болатын болса, онда ұлттық демократиялық идеяларды қолдап жүрген қоғамдық ұйымдарға даңғыл жол ашылу керек, олар тіркелу керек, оларға мүмкіндік берілу керек. Яғни биліктің айтпайтын патриоттық, ұлттық сөздерді сол қоғамдық күштер айту керек. Керек болса олар парламентте отыру керек, керек болса олардың мүшелері үкіметте де отыру керек деп ойлаймын. Енді өткен аптада бүкіл қазақтың қабырғасын қайыстырған жағдай бұл шынымен де Бейсен Құранбек бауырымыздың тым жас, тым ерте марқұм болғандығы әрине барлығымызға да қатты ауыр тиді, орны толмас қаза. Осыған қатысты мен сіздердің ойларыңызға қосымша екі мәселеге назар аударайын деп едім. Біріншісі, осы Бейсен Құранбектің қазасы әлеуметтік жерлерде, бұқаралық ақпарат құралдарда қаншама әңгімелер айтылып жатыр, бірақ осының барлығынан орыс тілді қауымдастықтың Қазақстандағы мақұрым қалғандығы, білмейтіндігі, қандай тұлға екендігін, тиісінше қазақтың күн тәртібін, өз елінің күн тәртібін білместігі, бұл меніңше үлкен бір проблема. Оның ішінде мынау қазақ тілі мәселесі, қазақи ортақ тұғыр, ұлттық мемлекеттік көзқарас деген тұрғысынан меніңше бұл үлкен олқылық. Бұндай жағдайларды біз басқа да оқиғалардан байқап жүрміз ғой, мынау тәуелсіздік күніне қатысты, наурызға қатысты, тағысын тағы, бірақ меніңше тағы да бір өте ойлантарлық жағдай билік тарапынан ұлтты ұйыстыру, ортақ мүддеге, ортақ мәмілеге келу тұрғысынан. Екінші мәселе, Бейсен Құранбектің қазір қайтыс болғаннан кейін бірер күннің ішінде оның атындағы жаңа жүлденің жарияланғаны, Бейсен Құранбектің атындағы журналистерге арналған. Меніңше осындай игі дәстүрлердің жалғасын тапқаны дұрыс болар еді. Енді қазақ өзінің жайсаңын, өзінің ұлыларын дер кезінде ұлықтай алатын болса, оларды әсіресе қазіргі жастарға, оның ішінде баспасөз саласында жүрген жас мамандарға үлгі ретінде таныта білсе, меніңше құлағып болар еді. Тиісінше тек қана жүлде ғана емес, Бейсен Құранбектің мысалы оқыған мектебіне оның атын берілсе, Алматыда, Талдықорғанда оның атына көше, оның есімі көшеге немесе алаңға берілсе, меніңше дұрыс-ақ болар еді. Енді шынымен де өткен аптадағы ең бір айтулы оқиға десе болады, бұл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Еуразиялық экономикалық одаққа қатысты айтқан сыни пікірлері, сіздің пікірлеріңізбен мен келісем, қалайша сол министрліктерде отырған, үкіметте отырған біздің азаматтарымыз, шенділер, болмаса сол Еуразиялық экономикалық одақтың атқарушы органы болып табылатын Еуразиялық комиссиядағы біздің өкілдер қайда қарап отырды, мемлекетшілдігі қайда қалды, қазақтың тәуелсіздігін жоққа шығаратын осындай тармақтар енгізіліп жатқанда қалайша үндемей отырды. Меніңше бұдан ұйымдастырушылық, кадрлық бір шешімдерді біздің үкімет, оның ішінде сыртқы министрлігі қабылдау керек. Қалайша осындай азаматтар еніп кетті деген мәселе. Селқос қарайтын біздің ең негізгі құндылығымыз тәуелсіздікке келгенде. Бір мәселесі, екіншісі, жалпы менің ойым, бұл бірінші қадам болу керек те осындай сыни пікір. Себебі біздің ең негізгі ұлттық мүддеміз бұл Қазақстанның ұлттық мәселелерін, оның ішінде егемендікті одан әрі бекіту мәселелері. Тиісінше тек қана Еуразиялық экономикалық одақ қана емес, басқа да біздің ұпайымызды жоққа шығаратын, біздің тәуелсіздігімізді шектейтін осындай келісім шарттардан екі жақты болсын, көп жақты болсын, меніңше біз бір сүзгіден өткізіп,
біздің мүддемізден шықпайтынынан біз бас тартуымыз керек сияқты. Әсіресе Еуразиялық экономикалық одаққа қатысты. Интеграция деп аталады, бірақ меніңше бұл жерде интеграцияның иісі де байқалмайды. Шын мәнісінде бұл интеграция қалай болмау керек дегеннің көрсеткіші Еуразиялық экономикалық одақ. Бір ғана мысал келтіре кетейін, қазір Ресей сол экономиканы саяси құрал ретінде пайдаланып, өзінің көршілеріне сес көрсетіп отыр. Нәтижесінде мысалы Қазақстан Еуразиялық одақтың бір мүшесі, екінші мүшесі Беларусьқа өз мұнайын, газын сата алмай отыр. Неліктен? Ресей бөгеттеп отыр. Лукашенконың режиміне қысым жасау үшін өзінің мұнайын Беларусьқа көтерме бағамен сатып отыр. Бұл қандай ынтымақтастық, бұл қандай интеграция? Дәл осы күндері Беларусь тарапы сол мұнайды айдаладағы Атлант мұхитының ар жағында жатқан Америка құрама штаттарынан тасып алып келіп жатыр, мұнай мен газды. Барып тұрған сұмдық менің ойымша. Тиісінше бұндай ұйымда Қазақстанның болу-болмауы меніңше қайта 10 жыл бойында енді сынап келе жатырмыз. Меніңше ойлантарлық мәселе. Енді өткен аптадағы тағы бір меніңше игі жаңалықтардың бірі бұл мынау Сенатта қайтарылып, қайта қарастырылып, мынау митинг және шерулер жайындағы заңның мәжіліске қайтып, ол жерде мақұлданғаны. Меніңше игі жаңалықтар жоқ емес. Кейбір шектеулер, қисынсыз шектеулер осы жаңа оқылымнан кейін, жаңа дауыс беруден кейін алынып тасталды. Меніңше бұл құптарлық жағдай, оның ішінде мысалы митинг кезінде оған қатысушылар бетті бүркемелеу жайындағы мәселе. Немесе митинг барысында егер бір заң бұзушылық болатын болса, митингті тоқтатып тастау жайындағы талаптың алынып тасталғаны. Меніңше құптарлық жағдай, болмаса басқа азаматтардың жүріп тұруына кедергі болады деген желеумен, сылтаумен, басқа бір шара жасалып қойды деген сылтаумен бұрын митингтерге рұқсат бермейтін. Қазір де бұл осындай бір шектеулердің алып тастағаны меніңше оң бағалауға болады. Белгілі бір дәрежеде осындай өзгерістердің енгізілгені бір жағынан қоғамның өзінің табандылығының нәтижесі деп білемін. Себебі әлеуметтік желілерде осы мәселелер, қоғамда осы мәселелер осылай белсенді түрде көтерілмейтін болса, меніңше жаңағы нәтижеге де жетпес еді. Бір жағы, екінші жағы, енді меніңше бұл жерде жаңадан тағайындалған Сенаттың төрағасы Мәулен Әшімбаевқа да меніңше ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Осы заңды, шикі заңды қайтадан Сенатқа қайтарып, жаңағыдай өзгерістердің енгізілуіне мұрындық болған. Мен өзімнің пікірімді жаңағы Тоқаевтың сөзінен бастағым келіп отыр. Бұл жерде менде сәл-пәл өзгешелеу пікір бар. Екі пікір бар менде. Бірінші, шындығында да Еуразиялық одақтан құтылуымыз керек, шығуымыз керек деген принцип түрдегі мәселені мен әлі ұстанып отырмын. Ал біздің президентіміз одан шығу емес, ол одақты нығайту, оның кемшіліктерін түзеу мәселесін көбірек айтқан сияқты. Бірақ дипломат адам ғой. Мүмкін шығудың алдында әуелі осылай өзінің талаптарын, өзінің көзқарасын айтып, өзінің қарсылығын көрсетіп, бірінші отырыста, екінші отырыста тағы оны нығайтып дегенде, үшінші отырыста мүмкін бас тарту, бірдеңнен жаңа столды қойып қалып Қазақстан шығады демей. Мүмкін соған алып барар Тоқаевтың қазіргі көзқарасы деген ойым бар. Қысқасы бұл жерде екі түрлі мәселе. Ал жаңағы митингілер туралы заң жобасына менің өзімнің көзқарасымды жас алашқа 31-ші нөміріне шықты, жаңағы көшеге шығудың әлегі деген. Бұл жерде көптеген әттеген ай мәселелер өте көп деп ойлаймын да, әлі де болса шешілмеген. Және онымен қоса енді екінші мәселе бар, жаңағы терең саяси реформа жасаймыз деді ғой президент. Соған байланысты жұрттың көз тіккен тағы екі заң жобасы, оны өзгертулер мен толықтырулар енетін. Бұның біреуі саяси партиялар туралы, және біреуі сайлау туралы. Бұл әлі де әңгіме болып жатыр, әлі де болса. Бірақ менің естуім бойынша қазір екі мәселе шешімін тапқан сияқты. Бұның біреуі 40 мың адам талап ететін саяси партия құру үшін ол 20 мыңға түсірілді деп жатыр. Екінші мәселе 30% квота жастармен және әйелдерге арналған. Мен сіздерге сұрағым, осы квота мәселесіне әртүрлі көзқарас бар. Біреулер бұны демократияның белгісі емес, бұл теңдікті бұзады дейді. Бәріне тең болу керек, әркім өзінің біліктілігімен тек әйел болған үшін ғана отырмау керек деген мәселе бар. Екінші мәселе, жоқ, бұл демократияның белгісі, барлығы қатысу керек, әйелдерге осындай бір ерекше жағдай, жастарға жағдай жасау керек деген мәселе бар. Сіздердің көзқарасыңыз осы
квотаны Қазақстанға беретін, біздің парламенттің айтатын көп партиялық жүйені онан сайын жақсарта түсетіндей бір беретін пайдасы бар ма? Досеке, мен егерде феминистік ұйымның өкілі болсам, осы квотаға қарсы шығып бүйтіп айтар едім. Неге сіздер бізді әйелдерді немесе жастарды тежейсіздер? Неге 30% бересіздер? Неге 40 емес? Неге 50 емес деп. Сондықтан бұл да бір меніңше бір батпандап кірген мысқалдап шығады ғой, сол баяғы әкімшілік, бюрократиялық, номенклатуралық дәстүрдің бір атавизмі сияқты да жалғас сияқты. Яғни есіңізде болса, совет дәуірінде сөйтіп бөліп қоятын еді ғой, пәленше колхозшы, пәленше жұмысшы, пәленше интеллигенция. Меніңше сол ауру сияқты. Меніңше керек емес. Қазір қоғам дамыған. Қазір кез келген адам жынысына қарамай, жасына қарамай, өзінің әлеуметтік ортада, қоғамдық ортада мәртебесін анықтай алады. Шынайы қайраткер болса, шынайы патриот болса, ол депутатта болады, ол ертең Құдай қаласа сайлау заңдары өзгеріп, демократиялық қоғам орнағасын деп айтып жатқан ғой. Сондықтан меніңше бұл квота бұл сол ескінің сарқыншағы сияқты керек емес сияқты меніңше. Бұл жердегі жалпы бастамасы дұрыс қой, енді осы мәселені көтерген. Парламентте, заң қабылдаушы орындарда көбірек жастар болсын, нәзік жандылардың өкілдері көбірек болсын дегендей. Бірақ соның іске асуы бізде жиі болатын жағдайда жақсы бастама, жақсы ой болады да, соны іске асыруға көшкенде жаңағыдай бір салғырттықтар, шикіліктер болып жатады. Мен де мысалы жаңа квота дегенді онша түсінкіремеймін. Сол науқаншылдық баяғы сол кеңес одағының науқаншылдығын еске түсіреді. Меніңше жастарға болсын, әйелдерге болсын арнайы бір квотаның жасалуы бұл дұрыс емес. Бұл қисынға келмейді. Белгілі бір дәрежеде меніңше бұл конституциямен де кішкене қайшы келеді. Себебі дискриминация. Олай болатын болса, дін бойынша бір квота жасалсын, ауылдың тұрғындарына бір квота жасалсын. Біз алысқа кетіп қаламыз мұндай нәрселермен. Ал енді менің ойымша шын мәнісінде жастарға болсын, әйелдерге квотаның қажеті жоқ. Ең алдымен оларға жағдай жасалу керек. Шынымен өздерін көрсетуге, саяси қоғамдық алаңға шығуына, баспасөзге шақырылсын, белгілі бір топтарға шақырылсын. Меніңше ондай қолынан іс келетін жастар бізде жетіп артылады. Тиісінше олар көзге көрінетін болса, мемлекет, билік оларға жаңағыдай мүмкіндік беретін болса, квота арқылы емес, тек қана жас болғаны емес, сол бәсекелестік алаң, түрлі пікір сайыстар болып тұрады, бағдарламалар болып тұрады. Соларға шақыратын болса, жастардың өзі ілесе деп менің ойымша. Бізде болса ассамблеядан 9 депутат сол квота арқылы кірген сияқты болып келіністеді енді. Сол уақыттарда маған американдық жолдастарым айтады, шындығында да бұл қазақтар басқа ұлт өкілдеріне еш уақытта дауыс бермей ме дейді. Сонда сіздер жаңағы 9 адамды оларды квота арқылы, ассамблея арқылы өткізіп отырсыңдар, жаңағы кіргізіп. Демек, бұны біздер қабылдаймыз, қазақтар ешкімге дауыс бермейді өздерінен басқа. Сондықтан осындай мәселеге баруға тура келді деген сияқты да. Егер әйелдерге жаңағы не дейміз, парламентке баруға белгілі бір бөгеттер болса, оны талқылайық. Оны бөгеттерді алып тастайық, кедергілер бар ма? Егер ол кедергі жоқ болса, бәріне бірдей мүмкіндік берілетін болса, неліктен шындығында да оларға квота берілу керек. Әміржан, сен айтқанда дұрыс, неге әйелдер 90% болмайды? Мен қолымды көтеремін, егер шындығында да парламентте 90% әйелдер келіп отырса, онда тұрғанда неге жоқ? Неліктен олар 30%-дан аспау керек? Қысқасы, бұның бәрі бір жасандылықта, жаңа өзің айтпақшы, совет үкіметі кезінде 50%-ымыз жұмысшыменен колхозшылар болу керек. Енді біздің малшылар барып отыратындығын ешнәрсе білмейді, қойшыларымыз орын таққан. Заң шығаратын, заң қабылдайтын деген сияқты да. Енді сол сияқты болмас екен деп отырмын ғой. Мысалы, талай жақсы саясатқа араласып жүрген әйелдердің жеңіп шығуы әбден мүмкін. Менің ойымша, әйелдердің өздері айтатын сияқты. Бізге осының қажеті жоқ. Өзіміз бұны Маргарет Тэтчер айтқан. Бізге ешқандай ондай квотаның қажеті жоқ. Біздің өзіміздің жаңағы күшімізбенен, өзіміздің біліктілігімізбенен біз парламентке бара аламыз. Неліктен біз бара алмаймыз, егер барғымыз келсе? Қысқасы, бұндай жасандылықтан менің ойымша бұл демократияның белгісі деп айту өте қиын. Бұл жаңағы мүмкіндік теңдігін жоққа шығарады көп жерлерде. Бұл жасандылықтың белгісі де, жасандылық еш уақыттарда табиғи түрдегі бір әділдік бере алмайды. Сондықтан бұл кейде әлеуметтік әділеттіліктің бір сипаты деп қабылдауға болады да. Енді тағы бір мәселе, мен сіздерден сұрайын деп отырғаным, қазақ тілінің мәселесі қазір көтеріліп келе жатыр, қолдар жинап жатыр көп жерлерде.
Осыған байланысты Өзбекстанда өте бір қызық жағдай болды, және Тәжікстандағы жағдайды енді бұдан бұрын болса да айтып кеткеніміз дұрыс сияқты. Ол жерде Офиев дегенді тыйым салды да, ондай фамилияның аяқ жағына жазуға тыйым салды. Бұл өте дұрыс, бұл кәдімгі тілдің заңдылығын ұстау. Себебі мынау жасанды қосымша ғой. Ал жаңағы Өзбекстанның жаңағы өздерінің тілдерін жоғары көтерген соншама Россияның Захарова деген бикеші бұл өзі керек пе, керек емес пе деп сөз естіп қалды да, министрден ұмытпасам. Қысқасы басқа елдерде осындай мемлекеттік тілді көтеру, оның қолдануын кеңейту мәселесіндегі жұмыстар белгілі түрде жүріп жатыр да, Қазақстанда әлі күнге дейін тым тыныш отыр. Бірақ қол жинап жатыр Қазбек Иса бастаған бір топ адам соттасуға кірісіп жатыр деген сияқты ол да бар. Осыған байланысты қандай пікірлерің бар? Біздің тіл мәселесі еш уақыттарда күн тәртібіне түспейтін мәселеміздің бірі. Доске, мен өзіңізбен ақылдасқанмын жолда. Сол орыс тілді бір сайт маған сұхбат алған менен сауалнама. Яғни осы Конституцияның 7-ші бабындағы 2-ші тармағындағы орыс тілінің ресми статусын, мәртебесін алып тастау туралы пікіріңіз қалай деп. Меніңше осы сұрақ көп адам түсінбей жүрген сияқты. Мен мысалы орыс тілді біраз ағайынмен сөйлесіп едім. Олар осы қорқып отыр, енді шошып отыр. Олар мына бапты оқымаған. Бапта мемлекеттік органдармен және өзін басқару ұйымдарында ресми тіл мәртебесі деген сөз бар. Яғни мемлекеттік орган да деп әңгіме айтылды. Ол ертеңнен бастап орыс тілінде сөйлемейсің, ертеңнен бастап орыс тілінде сен сөйлеуге құқың жоқ деген сөз емес. Көп адам осыны меніңше қараспанды төндіріп дұрыс түсіндірмей жатқан сияқты. Тіпті міне сауал алған адамдардың өзі де соны түсінбеген сияқты. Сондықтан меніңше бұл жерде ешқандай бұның әбестігі жоқ. 30 жыл өтті, болары болды, бояуы сіңді. Әрине, алғашқы кезде бізде мына билік басындағы кейбір азаматтарды бәлкім түсінуіміз керек шығар, қазір тарихи тұрғыдан. Алғашқы кезде басқа ұлттың проценттік құрамы осындай болып тұрған кезде, анау Кремльден әлі ажырамаған кезде бәлкім бір субъективтік факторлар болған шығар. Мүмкін деймін. Бірақ дәл қазір осы толайым тәуелсіздікке толыққанды ие болып отырып, ұлтымыздың құрамы сандық проценті 70-ке таяп қалған кезде толайым облыстар, аудандар демеймін, облыстар қазақ тіліне көшіп жатыр. Сондай кезде біз енді дәл осы мәселеде тым асыра жаңағы интернационалистік танытуымыз дұрыс емес деп ойлаймын. Сосын және де басқа тілдің өкілдері де меніңше сол ұлт өкілдері түсініп жатқан сияқты. Ешкім қарсы шығып жатқан жоқ. Әрине, белгілі бір дәрежеде журналистік қауымда немесе өз ішімізде орыс тілін білмеген, әлі білгісі келмейтіндер қарсы шығуы мүмкін. Ол табиғи процесс, ол жанды жерлеріне тиіп тұр. Неге олар 30 жыл бойы өздері оқымаса да балаларын қазақ тілін үйретпеді? Әрине, мына орыс әлемін қорғаштаған Кремль ертең ресейлік және проресейлік бұқаралық ақпарат құралдарын күшейтеді, яғни әртүрлі бір пікір туындатады, жағдайды ушықтырғысы келеді. Ол болады, ол саяси тіл ішінде күрес керек, сондықтан онсыз құрбансыз болмайды. Бірақ меніңше ол процестің қазір баяғыдай тайсақтап, тым қорқыңқырап, басқалар не айтып қалады, осы ұят болды деген, меніңше онда ұялатында қазір орта жоқ, басқа ұлттың бәрі түсінді. Сондықтан өз басым тіл мәселесіндегі өзбек ағайынның кешегі демаршы өте лайықты болды деп ойлаймын. Ол жарасады, және біздің де ертең ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары немесе кешегі баяғы Жириновский, Лимонов сияқты кейбір әсіре шовинистер сөйлеп жатқан кезде біздің де ресми органдар, ресми ведомстволар өзінің позициясын ұлттық мемлекеттік тұрғыдан айтып отыру керек, одан қаймықпау керек және одан қорықпау керек. Өйткені артында қоғам бар, артында қазақ бар, осының бәрін қолдайды. Енді мен сенемін, ертелі ме кеш пе қазақ тілі қазақ мемлекетінде өзінің конституциямен белгіленген құтты орнына, мәртебесіне жетеді деген. Бірақ мәселе сол перспективаны мүмкіндігінше тездетуде. Себебі рас айтасыз, 30 жыл өтті. Әлі де көп нәрсе шешілмей жатыр. Қазір тіпті мына көшеге шыққанда кішкентай балаларды көргенде көпшілігі орысша сөйлеп жүрген. Бұл 3-ші, 4-ші ұрпақ қазір келе жатқан. Бұл да енді өте қатты қынжылтатын жағдай.
әрине түрлі кедергілер бар, сырт күштердің әсері бар, бірақ бұл жерде меніңше біз негізгі принцип мынаны ұстануымыз керек. Ит үре береді, керуен бәрібір көшеді дегендей. Керуен өз деген жасай береді. Сондықтан менің ойымша осы тұрғыда ең алдымен мемлекеттік орындар, ел ағалары күнделікті өмірде, жұмысында осы қазақ тілін қолдану аясын кеңейту қажет. Осындай тілге деген қажеттілікті меніңше жасау өзіміздің қолымызда, оны тек қана биліктен көру. Билікке де айтылатын сын жетеді бұл жерде, бірақ әрбір қазақ баласы жаңағы өз атынан офиевті алып тастау, жүрген жерінде қазақ тілінде сөйлеу, қазақ тілінде қызмет көрсетуді заңдық тұрғыда талап ету, заң біздің жағымызда. Осындай дүниелерден бастайтын болсақ, меніңше құбағып болар еді. Бұл жерде де меніңше белсенділік жетіспей жатқан сияқты. Екінші мәселе, өткен жолы мынау биліктің бірталай өкілдерінің өздері көтерген тақырып, бұл Қазақстандағы балабақшалардың барлығын жаппай 100% қазақ тіліне ауыстыру. Меніңше көз қорқақ, қол батыр дегендей осы мәселелерді шын мәнісінде толыққанды кешенді түрде жасай беру керек. Менің енді көрген әлеуметтік зерттеулерге сүйенетін болса, Қазақстан жұртшылығы, оның ішінде орыс тілді қауымдастық бұндай қадамға қарсылық білдірмейді. Көбіне құптайды. Қазақ тілінің бүгін болмаса ертең қажеттілік болатындығы, міндеттелетінін қазір түсініп жатыр. Сондықтан бұл жерде қандай да бір қатты бұған наразылық болады деп мен өз басым ойламаймын. Екінші мәселе осы, және ең алдымен қоғамда көбіне билік орындарына, президентке, үкіметке қарап қалады ғой көп жағдайда. Осы біздің билік басында отырған азаматтарды күнделікті өздерінің жиналыстарында, парламентте, үкіметте, Ақордада, мәлімдемелерінде басымдықты қазақ тіліне беретін кез келді менің ойымша. Бұл да қоғамның сұранысы, қоғамның керек десеңіз талабы. Қазақша жасалатын болса, меніңше ол құлаққа да жылы естіледі, қоғам тарапынан да дұрыс бағаланады. Ойындағы көптеген бір мақсаттарға сол тілдің өзінің құдіреті арқылы меніңше жетуге болады. Бұның меніңше бағасын әлі де тиісті бере алмай жатқан біздің шенділеріміз әлі де жеткілікті. Мен осындай бір ұсыныстарды жасар едім. Дейміз, демократиялық заңдарымызда көп болсын, бірақ ең бастысы қазақ тілінің мәселесі шешетін уақыт жетті. Соны шешуге билік та, халық та бірге болып атсалыса берейік деп, осы бүгінгі біздің хабарымызды аяқтаймыз. Хабарға қатысқан Әмірлан Қосан, Расул Жұмағұл және мен Дос Көшім. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.